Саламатсыздар ма, көрермендер? Бүгін мектебіміздің Айдар студиясында қонақта мектебіміздің мақтаныштары. Ауыл мектептерінің 9-11 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беру пәндер бойынша республикалық олимпиадаға мектебімізден 2 оқушы қатысып, жүлделі орынмен оралды. Республикалық ауыл олимпиадасының жүлдегерлері 11 А сынып оқушысы Қалдыбаев Жансерік. Сонымен қатар облыстық жалпы білім беретін пән олимпиадасының география пәнінен жүлдегері 9 А сынып оқушысы Арыстан Аят. Студияға қош келдіңіздер. Жалпы Астана Ақтөбе қаласында өткен ауыл олимпиадасы туралы қысқаша айтып кетсеңіздер. Менің есімім Жансерік, мен республикалық ауыл олимпиадасының жүлдегері болып табыламын. Бұл ауыл олимпиадасының қорытынды соңғы кезеңі Астана қаласында өтті. Бұл олимпиадада түкпір облыста балдар жиналып бақталасты. Бұл олимпиада күрделі болды, 2 турдан тұрды. Бұл кезеңдерді біз еңсеріп жүлдегер болдық. Бұл олимпиадада жүлдегер болу мен үшін үлкен мақтаныш. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аят, 9 сынып оқушысымын. География пәнінен олимпиадаға қатысып жүлдегер атандым. Бұл жетістігім мені білімге деген ынтаны арттыруға септігін тигізеді деп ойлаймын. Ал енді олимпиада жайлы қысқаша айтатын кесе болсақ, бұл олимпиадаға біз тыңғылықтай дайындалдық, яғни кітап арқылы тақырыптарды зерттедік, онлайн тест, квиздар арқылы білімімізді нығайттық. Осы жетістігім үшін мен ата-анама және жетекшіме алғыс айтамын. Жауаптарыңызға көп рахмет. Сіздерге арнаған 1-2 сұрағым бар еді. Болашақта олимпиадаға қатысу үшін ең бірінші оқушыларға не қажет? Менің ойымша бірінші жігер және құлшыныс керек. Себебі егер де оқушының құлшынысы болмаса, ол ешқашан сол пәніне жетістікке жете алмайды. Ал екіншісі дайындық, еңбек, үшіншісі өзіне деген сенім. Рахмет. Өздеріңіздің болашақта келе жатқан жалпы оқушыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Жалпы олимпиада дайындалар барысында балалардың бойында болу керек ол шыдамдылық және табандылық. Себебі олимпиада есептері, тапсырмалары ол оңай есептер тапсырмалардан құралмайды, ол күрделі болады. Яғни соны шешу жолында бала өте шыдамды болып тыңғылықты дайындалу керек. Және де ол екінші жетістікке жету үшін ол ұстазға да байланысты. Ұстаз қандай тәлім береді, оқушы соған қарай жетістік береді. Қонақтарға көп рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.